Жақсы болды ғой. Сестер, бешкі дегендердің бәрін жауып бітірдік. Иә, сене алмай отырмын. Біз шынымен де армандаған саяхатымызға кетіп бара жатырмыз. Иә, айтпа деймін. Мен ойлап едім, бұл күн ешқашан болмайды деп. Алайда жолымыз болды. Ауа райы бүгін жақсы. Машинада жақсы жүріп тұр. Айтпақшы, қашан жетеміз Алматыға? Кеше түнде шыққаннан әлі келе жатырмыз ғой? Ну, енді келе жатырғанымызға 5 сағаттай болды. Ал Алматыға бару үшін әлі 32 сағат бар. Қойшы, шын ба? Ұзақ қой әлі. Ал сен қалай ойладың? Мен айтқан жоқпын ба, жол ұзақ болады деп. Қарашы, қандай керемет ауа райы. Тез жетіп алғанда қызық емес қой? Иә, бәлкім сенікі де дұрыс шығар. Айтпақшы, қорқпақ қой. Менде Алматыға баратын қысқа жол бар. Кеше бір досым маған осы картаны берген болатын. Осы карта арқылы 32 сағат емес, 25 сағатта жетуге болады. Жақсы жол болса болды енді. Жақсы жол секілді. Адамдар ол жолмен көп жүрмейді деп естідім. Өйткені білмейді осындай жол бар екенін. Онда жақсы ғой. Машиналар кесірін келтірмейтін болады және оның есесіне біз тез жетеміз. Иә, мен де соны айтып отырмын ғой. Онда сол жолмен барып көрейік. Қап, бензин таусылып қалыпты. Жақсы, багажниктегі канистрлардан алармын. Канистрларды алған дұрыс болыпты. Сен ғой оларды салған? Қайдағы? Маған айттың ба не сал деп? Лейла, қатырасын, кетіп бара жатырғанда айтқан жоқпын ба канистрларды сала қойшы деп? Менің қолым босаған жоқ сол уақытта. А сен сол уақытта мен наушникпен жүргенімді көрмепсің ба не? Мен ешқандай канистрлар жайлы естімедім де. Өзің неге сала қоймадың кейін, немесе тексеріп жібермедің бе? Салдым ба, салған жоқпын ба дегендей. Жақсы, болған зат болды. Дұрыстай алмаймыз енді оны. Жақсы, телефоннан Әлішер деген досыма соғып көрейін. Ё-моё, бұл жерде сет ұстамайды екен. Енді не істейміз, Нұрлан? Қалай не істейміз? Жолда машиналар тоқтатып көреміз. Бәлкім біреу тоқтап бізге көмектесер. Жақсы, басқа таңдау бізде қалмаған сияқты. Ё-моё, тұрғанымызға жарты сағаттай болған болар. Шын айтқан екен, бұл жерде шынымен де ешкім жүрмейді екен. Саяхатымыз керемет өтіп жатыр. Жақсы, ештеңе етпес. Өмір болғасы қиындықсыз болмайды ғой. Кеттік, орманға кіріп шығайық. Машиналар әлі жүрмейді, өйткені әлі сағат таңғы 5. Керемет табиғат екен мына жерлер. Бәлкім адамдарды кездестіріп қалармыз. Нұрлан, тоқтай тұршы, қайдан білесің? Бәлкім орманда жыртқыш аңдар бар шығар. Егерде аю немесе тағы бір жыртқыш аң бізге шапса, сонда не істейміз? Қорықпа, Лейла, ештеңе бізге болмайды. Керісінше олар бізден қорқатын болады. Не? Қазір көресің. Нұрлан, сен ауру емессің ба? Сен қайдан алдың бұл нәрсені? Қорқпашы, Лейла, бұл менікі емес. Мен бұны осы жақында даладан тауып алдым. Кейін сатып жіберем деп ойлап едім. Ал енді орманға баратын болғасын, енді бізбен бірге алып кеттім осы затты. Бәлкім керек болып қалар деп. Жақсы, ал сен қарумен қолданып білесің бе? Әрине. Иә, бұл орманның ауасы, иісі керемет екен. Нұрлан, қайтайық. Біз бұл орманды аралап жүргенімізге жарты сағат болды. Қайтайық көлігімізге. Жақсы, қайтсақ қайтайық. Тоқташ, Нұрлан. Ана ағаштардың артында біреу көрінген секілді. Не? Қазір қарап жіберейін. Вау! Шынымен де? Лейла, мұнда кел. Бұл жерде үй болады деп ойламадым, шын айтсам. Соны айтам, қараш, мұнау кәдімгідей заброшка үй ғой. Кіріп көреміз бе? Не істейсің ол үйде? Қайдан білесің, біреу тұратын болар сол үйде? Лейла, сен де қатырасың. Мына үйдің түріне қарашы, қандай адам тұрады деп ойлайсың мұндай үйде? Мына үйдің тұрғанына біршама жылдар болған болар. Бір адамның кезіне тастап кеткен бір дачасы шығар. Кеттік, кіріп көрейік. Менің ойымша қызықты болады. Жақсы. Сені көндіру мүмкін емес. Бірақ сразу айтамын, маған бұл идея ұнап тұрған жоқ. Ужас киноларда басты кейіпкерлер осындай үйге кіргенде ешқашан сосын сол үйден тірі шықпайды. Ол ужас кинода солай болады. Ал бұл шын өмір. Ешқандай құбыжық, елес дегендер өмірде болмайды. Болатындар бұлар тек қана маньяктар, бірақ маньякта мұндай үйде тұрмайды деп ойлаймын. Өйткені мына жақта свет жоқ, адамдар жоқ, жұмыс жоқ, ақша жоқ, ештеңе жоқ. Ал, есік соғып көреміз бе? Бәлкім біреу бар шығар. Өте күлкілі. Тез ашшы енді, көрейік маньякты. Үйдің ішіне уборка керек екен. Лейла, уборка жасап жібермедің ба? Мен әрине уборка жасағанын ұнатамын, бірақ мына үйді жинау бірнеше жылға созылатын секілді. Так, екінші қабатқа кейін көтерілеміз. Кеттік, бірінші мына бөлмені көрейік. Нұрлан, бір жаман шіріген иіс сезіп отырсың ба? Бір иіс бар сияқты. Кеттік мына жаққа. Так, мұнда не бар екен? Лейла! Мұнда адамдардың денесі жатыр. Нұрлан,
Оскар беру керек саған. Қайдағы Оскар, Лейла? Мында келші. Көрме, Лейла, тез кеттік бұл жерден. Ё-моё, не болды мына есікке? Неге ашылмай кетті? Берші маған, не болды мынаған? Нұрлан, бұл пранк па, айтшы. Ана өліп жатырғандар сен достарың ба? Айтшы тез. Лейла, Құмаш қайдағы пранк бұл? Шынымен де болып жатыр. Мен сені алдамаймын ғой, білесің ғой. Кеттік, мен ана жақтан бір подвал көрдім. Сол жақ далаға апаратын сияқты. Тез кеттік. Нұрлан, енді мен бұл жерге ешқашан келмеймін. Кеттік көлігімізге. Сол ғой, кеттік. Мына көргенімізді енді ұмытып көр. А сен ше айтасың, ужас киноларда осындай болады деп. Бұл үйде явно бір маньяк тұрады. Бізге тез кету керек бұл жерден. Тез. Лейла. Анда қараш, ана жерде шынымен де адам тұр ма, немесе маған көрініп тұр ма? Нұрлан, мен де көріп отырмын оны. Жүгірдік, кеттік, Лейла, қаштық. Ё-моё, менің машинама не болған? Жоқ, қырып кеткір. Лейла, мен бұл машина үшін қаншама ақшам кетті, ал енді оны біреу қиратып кетіпті. Кім де ойлайсың? Білмеймін, Нұрлан, білмеймін, маған вообще ұнап тұрған жоқ бүгінгі күн. Қалай ойлайсың? Банағы көрген адам шығар қиратып кеткен біздің машинаны. Білмеймін, бәлкім солай шығар. Бұл жерде бізден басқа және банағы адамнан басқа ешкім жоқ сияқты. Не болса да сол шығар деп мен де ойлап отырмын. Көрдің ғой, оның үйінде бірнеше адамдардың өлі денелері жатыр. Банағы адамнан барынша екеуміз алысырақ болуымыз керек. Кеттік, Лейла. Жаяу жол арқылы кеттік. Мына жерде қалу қауіпті. О, Лейла, наконец-то! Қара, алдымызда үй бар. Не? Шынымен де ме? Иә, бір үй көрініп тұр екен. Мына үй бір барға ұқсайды екен. Кеттік, жақындайық сол жерге. Бәлкім ішінде адамдар бар шығар. Кеттік, Лейла. Жақсы болды ғой. А то мен өз жүре алмайтын сияқтымын. Таңертеңнен келе жатырмыз ғой. Мә, мұнда ешкім жоқ қой. Мен ойымша бұл жерде адамдар бар сияқты. Қараши, бүкіл ішімдіктер орнында тұр. Мүмкін. Бірақ мына барға адамдар мүлдем келмейтін сияқты. Кеттік, жақынырақ көрейік. Так. Ей, біреу бар ма екен бұл барда? Шынымен де бір түрлі екен. Бәлкім шынымен де ешкім жоқ шығар бұл жерде. Жоқ, сіздікі дұрыс болды. Бұл жерде мен бармын. Саламатсыз, мен атым Нұрлан болады, ал бұл менің қызым Лейла. Сіз кім боласыз? Көріп отырғаныңыздай, мен бұл бардың иесімін. Атым мен Альфред. Шын айтсам, осы айда сіздер бірінші клиентсіздер. Солай ма? Бұндай жерде клиенттің табылуы өте қиын шығар. Бірақ біз бұл жерге көмек сұрауға келдік, Альфред. Айта беріңіз, қандай көмек керек сізге? В общем, біздер жолда машинамыздың бензин таусылып қалып еді. Енді Алматыға баратын машина таба алмай отырмыз. Сіз бізге Алматыға баруға көмектесе аласыз ба? Мен сізге ақысын әрине төлеймін. Бізге бұл жерден тезірек кету керек болып тұр. Мен де танысқаныма қуаныштымын, Альфред. Нұрлан айтқандай, бізге сондай көмек керек болып тұр. Сіз көмектесе аласыз ба? Біз таңертеңнен жаяу жүріп келдік осы жерге. Әрі қарай жаяу жүретін мүлдем күшіміз жоқ. Әрине, тек сіздерден сұрайтыным... О, Альфред, саған да келетін адамдарды бар екен ғой. Кім бұлар? Таныстырып жібермедің бе? О, Томми, олар осы ғана келген, қазір кетейін деп жатыр. Так, тез кетіңдер бұл жерден. Не? Тоқтаңдаршы, давайте танысайық. Ешкім асығып тұрмаған шығар деп ойлаймын. Кімдер боласыздар сіздер? Мен атым Нұрлан, бұл Лейла. Сіздікі вроде Томми. Танысқаныма қуаныштымын әрине сіздермен, бірақ мені тек қана бір сұрақ қызықтырып отыр. Не істеп жүрсіңдер сендер мына жерде? Шынына керек, біз жолда машинамыздан айырылып қалдық. Негізі Алматыға баратыр едік. Окей. Ал машинаға не болды? Машинамыздың біріншіден бензин таусылып қалды, ал кейін оны біреу қиратып кетті деп айтсақ та болады. Түсінікті. Ал кім қиратты машинаны? Шын айтсақ, біз өзімізде білмейміз. Орманды аралап қайтан келгенде машина уже қирап жатты. Ал орманда сіздер не істедіңіздер? Байқаусыздан заброшка үй кездестірген жоқсыздар ма? Кездестірдік. Қара, 2 этажды үй. Сіз білесіз бе ол үй туралы? Әрине білем. Мен сол үйде тұрамын ғой. Не? Сол сіздің үйіңіз бе? Сіз қателесіп отырған шығарсыз, өйткені ол үйде сіз сенбейсіз, бірақ біз таңертең барғанда өліп жатырған адамдарды көрдік. Көргеннен кейін сразу тез арада қашып шықтық, және сол жерден барынша алысырақ болуға тырысамыз енді. Айтып отырмын ғой, ол менің үйім. Ал ол өліп жатырған адамдар өз сазайын алған болатын. Не? Сіз ба оларды өлтірген? Жоқ, әрине, мен емес. Ал менің бастығым деп айтсам да болады. Түсінсем бұйырмасын, сіз бізбен әзілдеп тұрсыз ба? Шынына керек күлкілі емес. Әзіл айтатын адамға ұқсаймын ба мен? Айтып тұрмын ғой, ол адамдар өздерін сазайын алған болатын.
Өйткені әрбір ол үйге кірген адам кейін ол үйден тірі шықпайды. Бірақ сіздер тірі шыққандарына мен таңғалып отырмын. Сіздер сонда кімсіздер? Біздер ма? Жай ғана бастығымыздың достарымыз. Ей, тоқта, жоқ! Нұрлан, жоқ! Давайте, жігіттер, қызыстандар. Оны бастыққа сыйға апарамыз. Окей, босс. Астамандар, мені өлтірем, сіздердің бәрін тиіспендір маған. Бастыққа сен қыз ұнау керексің. Лейла. Жіберіңдер мен деймін. Шапшы қыз аузынды. Так, жеге кеттік мәшен қызды. Бастық. Бұл үйді сатып алғаным жақсы болған сияқты. Біршама жыл болған үй деп жазылған әрине. Бірақ үйдің өзі жақсы екен. Жақсы, демалатын уақытта келген сияқты. Ұйықтайын. Не ұстадың? Кім бұл? Сен кімсің? Жақындама, жоқ! Менің көзім! Осылай мен өзімнің бастығымен танысқан болатынмын. Шынына керек, мен өз өмірімде бірінші рет көріп тұрмын осындай жанды. Бұл адам емес, жануарда емес. Бұл одан да жақсырақ тіршілік иесі деп ойлаймын. Не екенін білмеймін, бірақ ол мені тірі қалдыруды шешеді. Біз бір-бірімізді түсіне бастаймыз. Бірге дос боламыз деп те айтуға болады. Мен бастығыма қоректенетін заттар әкеле бастаймын, ал ол есесіне маған болашақта өзінің күшін беремін деп айтады. Ал ода бар күшпен сен ойламаған заттарды жасай аласың. Сол себепті енді күннен бастап мен оның ең жақсы досы боламын. Мен қайдамын? Жоқ, менің ішім. Жолым болғыш екен, Нұрлан. Тағы кішкене уақыт өткенде өліп кетуінде мүмкін еді. Алайда менде кішкене болсын емдейтін құралдары болыпты. Көп қозғалма қой, одан сайын жаман болады. Альфред, сен ба мені емдеген сонда? Басқа кім болады енді? Бұл жерде менен басқа ешкім жоқ қой. Кезінде бір жақсы мен әкем дәрігер болды. Ал содан үйренгенімді барынша қолдандым. Сенен көп қан кетті. Сол себепті саған демалып жата тұрған дұрыс деп ойлаймын. Альфред, әрине рахмет саған, бірақ менің бұл жерде отыратын уақытым жоқ. Әлгі бандиттер Лейланы алып қашып кетті. Маған міндетті түрде оларды тауып алу керек. Нұрлан, сен есінен адасқан боларсың. Әрине өкінішті осылай болғаны, бірақ егерде тірі қалғың келсе, бұл жерден кеткенің дұрыс. Мен өз басым қазір көлігіме отырып бұл жерден кететін боламын. Өйткені саған көмектескенсің, мені де енді олар жау деп ойлайды. Мен үшін уайымдама қой, Альфред. Менде мындай зат бар. Осы зат маған көмектеседі деп ойлаймын. Альфред, мені баратын жеріме жеткізіп тастап, өзің кете берсең қалай болады? Апарып тастай, бірақ одан кейін өкініп қалып жүрме. Мен бұл жерден кетіп қаламын өйткені. Мейлі, ең бастысы мені баратын жерге апарсам болды. Әрі қарай өзім бірдене ойластырармын. Міне, осы менің көлігім. Ал, Нұрлан, отыра бер. Жеткізіп тастайын енді. Машинаң жақсы екен. Рахмет, Альфред. Сен болмасаң өзім бара алмас едім. Рахмет, Альфред, жеткізгеніне. Ал онда мен кеттім. Бекер келіңіздер бұл жерге. Бұл жерлерде жақсы жаңалық ешқашан болмаған. Не болса да сәттілік саған. Қош бол, Альфред. Давай. Так, машина көріп тұрмын. Солардың машинасы секілді. Олар менің келетінді білмейтін шығар. Сол себепті қазір оларға сыйлық болады. Біреу келе жатқан сияқты ғой. Блин, не істесем болады? Маған тез бұл жерден кету керек. Бірақ мені жақсы етіп байлап тастапты. Өмірім қысқа болды ғой. Так, қолдарыңды көтеріңдер. Лейла? Аллаға шүкір, сенімен бәрі жақсы екен. Қазір күте тұр, Лейла. Сені босатам.
Нұрлан, сені көргеніме қуаныштымын. Мен сені енді көрмеймін деп қорқып едім. Қалайсың сен? Лейла, әңгіме айтатын уақыт жоқ. Көріп тұрғандай ең бастысы тірімін. Бізге тез арада бұл жерден кету керек. Нұрлан, артына қара. А? Ну, сол ғой. Лейла, жүгір, қаштық. Подвалдың есігі арқылы шығамыз. Лейла, тез бол, мына жаққа кеттік. Нұрлан, тоқтамаймыз. Ана бәле артымыздан қуып келе жатқан сияқты. Так, қайда кетіп бара жатырмыз? Қонақтар тез кетпейтін сияқты еді ғой. Ей, сен жексұрын, қазір керек болса мен сенің сазайыңды беремін. Күлдіртпеші Нұрлан, сенің тірі қалғанын әрине қызық кетті. Мен ойлап едім сен уже ана өмірде деп. Бірақ сен де мен сияқты мақсатына беттелген екенсің. Қорықпай, қайдағы жоқ бір қыз үшін өмірімді қауіпке төндіріп мұнда келгенін мені шынымен де таңғалдырып отыр. Молодец, не айтайын. Бірақ өкінішке орай енді сіздер бұл жерден тірі кете алмайсыздар. Томми, біз бұл жерден тірі кеткенбіз, және мына жолы да дәл солай болады. Әй, көп сөйлемей қолындағы мылтықты таста. Не болмаса қазір сенің миыңнан менің мылтығымның оғы өтіп шығады. Сіздердің оқтардың дәмін көрдік. Ендігі менің кезегім. Лейла, тез қаштық. Сайтан алғыр, ұста оларды. Нұрлан, біз қайда қашамыз? Оларда машина бар. Олар қазір бізді қуып жетеді. Берілмейміз, Лейла. Қашайық тез. Нұрлан, алдымызда не машина отырған? О, Альфред қомну. Лейла, тез қаштық сол машинаға. Так, Нұрлан, Лейла, тез отырыңдар машинаға. Біз бұл жерден кетеміз. Альфред, мұнда бір алғыс саған екінші рет өмірімді құтқарып отырсын. Оқасы жоқ, достым. Сіздерді тастап бұл жерден кету қолынан келмеді. Альфред, газды барынша басқаның дұрыс. Олар артымыздан келе жатыр екен. Так, сіздерге қазір көрсетем мен. Мына оқты қабыл алыңыздар. Нұрлан, олар бізге атып жатыр. Сенде мылтық бар еді ғой, оларды атпасаң артымыздан қалмайтын түрі бар. Қазір мен оларға көрсетем. Нұрлан, сен далаға атып жатырсың. Беш маған. Лейла, сен мылтық ұстап көрмеген адамсың ғой, қалай? Беш деймін, қазір көресің. Мынаған қалай қарайсың, Нұрлан? Ё-майо, қалай тигіздің сен? Вау, молодец. Нұрлан, Лейладан үйрену ал келесте онда. Кетші, оның жай ғана сәті болып кетті. Жақсы, ең бастысы біз олардан құтылдық. Альфред, үлкен рахметімді айтамын саған өз үйіне қонақтап алғанына. Оқасы жоқ, Нұрлан, бұл менің ағамның үйі ғой. Оның бірнеше үйі бар. Солардың бірі осы. Айтпақшы, Алматы қалай екен? Сіздерге ұнап жатыр ма қала? Иә, Альфред, ұнады ғой. Біздің осы Алматыда болғанымыздан гөрі Алматыға баратқан кездегі оқиғаларды әлі есінен шығара алмай отырмын. Қалай шығарасың оны есінен? Бір апта өтті тек. Ана көрген құбыжықты енді түсінен көріп, ұйықталмай жүрмін. Қоймадыңдар о құбыжықтармен. Шынымен де құбыжық па, әлде сіздерге көрініп кетті ме солай? Альфред, неше рет айтам саған, шынымен де біз қорқынышты құбыжықты көрдік ана елес үйде. Өтірік айтып не істеймін мен? Ал білмеймін енді, өмірімде ол жақта ондай құбыжықты көрмеппін. Томмидің айтып жүргенін естідім, бірақ ол бас жасамайды ғой. Неше түрлі заттарды айтуы мүмкін ол. Есі кем оның. Жоқ, Альфред, оның есі кем емес.
шынымен де құбыжық сол үйде тұрады, және қазірде ол сол үйде жүрген шығар деп ойлаймын. Арасында соны есіме алсам, денем тітіркеніп кетеді. Жақсы, еште айтпай қойың онда. Тамақ іш болсақ, онда тұрайық. Ұйықтайтын уақытта болған сияқты. Не дыбыстар мынау? Дыбыстар жоғардан шығып тұрған сияқты. Не болса да мылтығым артық болмас. Нұрлан, Лейла, қайдасыңдар? Не? Томми? О, Альфред, сен де мұнда екенсің ғой. Альфред, қаш! Томми, жібер оларды. Немесе Не істей аласың сен? Сен жай ғана адамсың. Ешкім мына бөлмеде маған қарсы тұра алмайды. Сендер менің жолдастарымды өлтірдіңдер. Менің сүйікті көлігімді сындырдыңдар. Ал ең бастысы үйіме кірдіңдер. Сол үшін сіздерді қазір мен өмірлерінен айырамын. Қош болыңдар. Соңғы сөздерімді айтып өлуге дайын бола беріңіздер. өз обалың өзіне жексұрын. Не? Айттым ғой, Альфред. Сен ешіне жасай алмайсың. Альфред, жоқ! Нұрлан, қашайық тез. Лейла, бекер қашып кеттік. Альфредті қалдырып кетеміз ба не? Нұрлан, өзінде көрген жоқсың ба? Альфред мерт болды. Бізге қазір өзімізді ойлау керек. Тезірек бұл жерден кету керек. Дұрыс айтатынды шығарсың, бірақ мен сенер алар емеспін. Томми қалай тірі қалды және неге айналып кетті ол? Олардың көлігін біз апатқа ұшыратқан сияқты едік қой. Білмеймін, Нұрлан, ол қалай тірі қалғанын. Бірақ ол баяғы Томмиға ұқсамайды. Иә, келісемін. Бұл Томми және біз көрген құбыжықтың қосындысына ұқсайды. Бәлкім олар бірігіп енді бізге шабуылаған шығар. Лейла, қара, Альфредтің көлігі, сонда жүгірейік. Білейін, бірақ менде кілт жоқ екен ғой. Қорықпа, мен қашарда есік алдынан кілтті алып үлгердім. Жарайсың, Лейла, тез отырай қал. Алдымызда тұр ол. Газды бас, Нұрлан. Әрине, сайтан алғыр. Не? Мүмкін емес. Ол біздің көлікті көтеріп жатыр. Еш қайда кетпейсіңдер. Айтқанымдай соңғы сөздеріңді айта беріңіздер. Қалай екен, Нұрлан және Лейла? Соңғы сөздеріңді айтып болдыңдар ма? Менің ойымша сіздердің уақыттарында келген сияқты. Мынаны қараңдар. Қызықты болайын деп тұрған сияқты. Айтқанымдай, бекер келіңдер үйге. Келмегенде бәлкім қазір сіздер үйлерінде отырып тыныш өмір сүре беретін едіңдер. Бірақ сіздер оқиға күттіңдер. Өмірлерінде қызыққа толы қылдырғыларың келді. Ал міне енді, соны осымен аяқталмақшы. Егер де білмесеңдер, енді мен баяғы Томми емеспін. Енді мен жаңа адамның түрімін. Менің бастығым мені таңдады. Маған бүкіл күшін берді. Соның арқасында енді мен ұзақ жылдар бойы өлмейтін тіршілік түрі боламын. Мені өлтіру енді мүмкін емес. Неге сіздер үндемей қалдыңдар? Өліп қалған жоқсыздар ма? Күте тұрыңыздар. Қазір міне бензинді құйып болдым. Жағу ғана қалды. Сендердің өртенгендегі дауыстарыңды түрлерін көргім келіп тұр. Не? Өзіндікін көрерсің, Томми. Лейла, тез атып жібер. Нұрлан! Қалайсың, Нұрлан? Майо, денем бәрі сынып бара жатыр. Бірақ бұл ештеңе емес. Ең бастысы жоспарымызды іске асырдық. Иә, өлген түрі бар сияқты. Жақсы, полиция келмей тұрып бізге бұл жерден кету керек. Айтпақшы, Алматыға Әлшер досым келіпті. Соның машинасын сұрап алып, қайтадан өзіміздің қаламызға, үйімізге кетейік. Мен ойымша, осы оқиғада бізге жетер. Келісемін. Мұндайды енді ұмытып көр.